Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Өзіме қараймын да, сосын басқа жаққа қарап тұрған сияқты боламын, кейін видео шыққан кезде. Міне сағат түнгі 10-нан 5 кетті, 10-нан 5 кетті. Мен овощнойға бара жатырмын, ет асып атқанмын. Етін пісіп жатыр, ана жақта сәбізін сап қойдым. Енді барып картошка алып келуім керек, майда шүйде тағы анау-мынау алып келуім керек. Міне біз қазір ол етімді асып боламыз, жейміз дегенше 12 болады, 11-12. Біз всегда осылай кеш жейміз тамақты. Сол Бауыржан келгеннен кейін балдарды далаға алып шығып кетеді, сосын барып тамақ істеймін да мен. Енді ол далада жүр, маған әкеп бер картошка анау-мынау десем, кеше ұрыс шығарған ғой. Кеше барып алып келген ғой, қандай помидор, огурцы шығарған ғой, алып келген ғой. Соны анау алдап адамдар бер жүре береді да, бұған ол сенгіш қой, таңдап алу дегенді білмейді. Сосын анандай кишмиш шығыпты да, кишмиш не жүзім шыққан ғой, үшін. Сөйтсе, кишмиш ма деген ғой, я деген, без косточек десе, да депті да, сөйт. Алдап бер жүрген ғой, ашық қышқыланан жеу мүмкін емес. Ай көркемге беруім, бір тісетті лақтыр жүрді. Сол мусорға кетті, просто так ақша мусорға кетті. Ішінің бәрі сүйекке тола, дәмі әші, бір білмеймін. Сөйтіп, қарап алмайсың ба, кішкене дәмін көріп алмайсың ба деп кеше сөйлеген ғой, бұжылдап. Сосын бұдан кейін бармаймын, енді өзің бар, өзің әкел деген ғой, жаңа сондағым ғой. Помидор, огурцы іштеген керек емес, просто картошка әкеп берсе, сен жоқ деп, өзің бар деп тұр ғой. Сол өзім барып келуім керек, енді жүгіріп барып, сағат 11-де жабылады, овощниктеріміз. Сол, ары қарай түсірем ғой тағы да. Короче, билет алуым керек еді, ауылға шы. Пойызға билет алу керек еді, бүгін уже 28-і. Айтқандай барлықтарыңызды келіп жеткен құрбан айт мерекесімен, мейрамымен құттықтаймын. Үйлеріңізге құт береке тілеймін. Шалып жатқан құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Сол, дастарханымыз әрқашан нанға толы болсын, үйіміз күлкіге, бақытқа толы болсын. Әрбір қазақстандықтың, әрбір мені көріп отқан менің оқырмандарымның отбасыларына бақ береке тілеймін, бақыт тілеймін, байлық, бақ дәулет тілеймін. Өшін бәрі жақсы болсын. Солай. Барша мұсылмандарды құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Жігіттер, бір нәрсе көрсете кетейін. Мынау көріне ме, көрмей ме? Стеклянный тұр ғой. Айжан деген салон красоты. Айжан деген. Осы жерде істегенмін мен. 50-ге 50% істедім. Бір арендаға орыс алған. Соған 50-ге 50% істедім. Сөйтіп істеп жүрген кезімде, сөйтіп істеп жүрген кезімде красканың ақшасынан көп алып, 2 есе, 3 есе қып алып, мен ақшамды азырақ беріп, сөйтіп не қылып та, сосын шығып кет қалған едім. Кейін жалынып, ана-мынау деп, мен енді аренда төлеймін ғой деп. Мен айтамын да, мен ойнап жүрмін, сен аренда төлесең. Мына жер тас қараңғы, білмеймін, әуезова жарық болушы еді. Әуезоваға шығып барады, мұны жанып тұрған жер. Бізге овощной алыстау, жаңағы арзандау жерші. Үй жақтағылардың бәрі қымбат. Тас қараңғыда түсірмей-ақ қояйын енді. Тас қараңғы болып тұр ғой. Солай. Шықтым, анау светофордың артында овощной бар, тоже. Ой жер қымбат, осының артында бар, арзаны. Тура осының артында арзан. Мына жерде помидорың 1000 теңге, 1500 болса, ар шетінде 500-600 теңге. Мынада 1000-1500 болса помидоры. Қазір көрсетем артындағысын. Сонымен жаңағы арендаға кет қалдым мен. Арендаға шығып кеттім өзім. Біреуге аяғынан тікке тік тұрып істеп, жартысын бергенше өзін арендаға істеген жақсы. Мынау жа қымбат жер, мынау арзан жер. Қазаным қайнап жатыр. Келсем, ентігіп 4-ші этаждан зорға шықтым. Бірақ спортпен айналысқалы қазір жақсы.
жағдайын. Мынандай пияз сап қоясыздар, короче. Пияз сап қойсаңыздар, бүкіл еттегі жаман нәрсені өзіне пияз тартып алады дейді. Сол бұрыннан мен пияз сап қоямын. Сәбіз салып кеткем, қазір картошка ашып саламын. Мынандай үлкен алюминиевый кастрюльде қайнатамын мен ет асқан кезде, в общем, сорпа істеген кезде, потому что қазаным кішкентай ғана. Қазаным өзі негізі қанша адамды күттім, берекелі үлкен қазан, бірақ қайнағанға сонда да берекелі қазанда, кішкентай болса да үлкен деппін ғой. Сонда да мынандай үлкен нәрсеге қайнатқан дұрысташы. Қойдың еті өте жас мал екен, үлбіреп, еті керемет енді. Уже пысқаған міне. Үйде сиырдың еті бар еді, таза еті бар еді, 3 жапырақ дәуді. Содан қосып жібердім. Сол ғой. Қазір не алғандарымды көрсетемін. Сіздер не алғанымды көрсетіп тастайын. Мен көп алмаймын, аз-аздан аламын, өйткені күнде аламыз ғой. Еще болгарский салып жіберім керек қазір. Редиска жақсы көремін мен. Өте қатты жақсы көремін. Редиска алдым. Сосын мынандай 4 болгарский перец алдым. Тоже әдемі дәмін кіргізеді. Помидорлар 600-500 теңге еді ғой. Розовый помидор дәмі өте керемет дейді, өзіміздікі дейді, өзімізден шыққан дейді, 350 теңгеден. 350 теңгеге түс қапты тағы да. Одан кейін барып, екі бас чеснок алдым, басқалардан 150 теңгеге штугын алсаң, бұларда килограммен сатады, 60-70 теңге шығады бір басының өзі. 50-60 әр кезде әр түрлі да, енді тоже өлшейді ғой таразыға. Одан кейін огурцы алдым. Огурцылар свежий, көкпеңбек өте әдем болады. Дәмі де күшті болады огурцының. 250 теңге. Ол кісіде. Одан кейін картошканың бағасын білмейді екен, бірақ мынау молодой деймі. Молодой картошка. Бұлар всегда мынау кімдерде, мынау үйдің жанында таджиктерде айта берем бай несейм. Оларда қымбат болады да. Бұл да арзан, намного арзан. Бірақ бағасын байқамаппын қанша екен. Сосын бар, үйде алма бәрі бар. Балдар алма жақсы көреді, бізде алма тұрады постоянно. Басқа персик аласын жемейді да. Сосын анандай кешмиш жақсы көреді. Айттым ғой, кешмиштің ішінде сүйегі жоқ, тәттісі болса жақсы көреді. Сосын андай 2 әңгелек алдым. Өзіме мен түнде қарным ашқанда жейм. Балдар сәл-сәл түртет қояды. Бауыржан вообще ұнатпайды бұндайды. Жейді иногда. Сондай, осының өзі айтайын қанша болды? 2700 теңге болды. 2700 теңге төледім осыған. Общий. Содан кейін барып, бер жақта магазиннен 2 нан алдым. Әзербайжандар істейді. Қымбат оларда да. Бірақ сол жерде нан свежий болғаннан кейін ала салдым. Нанда 2 нан алдым. 540 теңге болды 2 наным. Болды, сонымен барып келдім. Мен картошкамды ашып салайын. Солай, достар. Короче, картошка шатырына светке анандай қарап тұрмын ғой, свет төбеде тұр, мен артында тұр да, сосын түрін көрмей жатыр. Қой берші, әңгіме месілсе болды емес па. Сонымен солай барып осы алып қайттым. Сосын жаңағы картошка көп қосам мен бар ғой етке. Өйткені картошка жақсы көрем. Әсіресе бешбармақ қамырау қат дейді ол біз жақта. Бір жерде ет дейді, просто ет тамақ дейді, әр жерде әр түрлі айтады. В разница жоқ, неважно. Сол картошка жақсы көрем, көп қосқанды соған. Картошка көп қосам. Картошка в общем жалпы өзім картошка жақсы көрем. Сол кісі айтпақшы өткен ролигімде айтып едім ғой, бір тәте алып барды мені сондай деп ше. Арзан жерге тауып берді деп, ол кісі біздің танысымыз болып шықты, менің күйеуімнің танысы болып шықты, мен оны танымаймын да ғой, күйеуім жақсы таныс, короче, сөйт кейін Бауыржан барған ғой, Бауыржан айтады, мен оны танимын ғой дейді ше, сөйтіп інісін де танимын, өзін де танимын дейді. Абайдың Шымкенттен, Абай деген жер бар, Шымкентте, Абай емес, Сарағаштың қай жерінен екен білмеймін, әйтеуір сол жақтан өте жақсы адамдар енді. Бағасын да әйтеуір нормально қояды. Осы бізде Шымкент жаман дейді ғой. Сол шымкенттіктердің арқасы негізі осы жерде сауданың да неғып тұрғаны. Солай. Алматыда адамдар неге қымбат түсіп берсей деп саудаласу дегенді білмейді, вообще білмейді. Сол үшін де олар ауыздарына келген бағаны қойып отыра береді. Бұлшет
беттері бүлк етпейді, короче. Сол қамырымды илеп, жақсылап дайындап кеткем. Жай жұмыртқаға, сосын перепелканың жұмыртқасына екеуін араластырып, илеп жақсылап неғып кеткем. Алдым бір рет перепелиный яйцаға илеп көргем ғой. Сол кезде қамырым күшті, керемет болды, әдем болды да ше. Содан кейін қосатын болдым. Артында памперс қойып тұрған тұра берсін деп алмадым ше. Әр түрлісін көріп жатырмын. Мама знает деген памперс алдым, бізге ұнады, негізі жақсы да. Бірақ балама аллергия берді. Енді одан кейін Айко деген біреуін көрдім. Ол ең үлкенін алдым, сәл тарлау болып тұрады. Енді мына Кимико дегенді алдым, бұл қаттылау екен. Тоже нормально болады. 2XL 13-те 24 килограмм деп тұр ғой міне. Енді білмеймін енді. Бірақ бұда 38-ақ штук екен да, соусы бар. Көреміз, бірақ бағасы 6200 теңгеден әкеп берді. Үйге дейін доставка бесплатно. Әр түрлісінен көріп жатыр. Білмеймін, осы памперстен қашан құтыламыз. Үйретіп жатыр, көтін шешіп тастап, көттерін шешіп тастап, кигізбей, горшокқа отырғызып, куклаларын отырғызып көрсетіп жатыр. Болмайды. Вообще білмеймін неге өйтетін. Может, ауылға барғаннан кейін ауылда далада жүреді ғой, сол далада үйретіп көремін ба. Көреміз енді. Солай картошкамды неғып салып қойдым. Көрдіңіздер ғой, ана жақта мына комната, ана жақта бір комната. Екі комната. Не? Есікті жауып қойдым, себебі андай қайнап жатыр да, мына жаққа кіреді. Бұл жақта бізде салқын болып тұр, қазір кеш. Балконды ашып қойған, вентилятор қосылып тұрған жоқ, салқын болып тұр, мына жаққа әдемі болып тұр. Кейде не қылам да, адамбыз ғой енді, адам болған екен, недовольны болып, сондай болатын кезде болады. Сол кезде күйеуіме айтамын да, неғып осындай жұрттар үй алып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, біз қашан үйтеміз, қашан бүйтеміз деп жаңағы қанағатсыздық танытамын ғой енді. Сол кезде кейін ойланып, бірақ өзімнен ішімнен біліп тұрамын, то что дұрыс емес та. Бірақ тоже алды қарай ұмтылу керек та, тоже отыра беруге болмайды да, шүкір деп ше, тоже жақсы, одан күштірек болуға ұмтылу керек. Сосын қойып, Құдайға шүкір, осы денсаулығымыз бар, 12 мүшеміз түгел, бала шағамыз бар, жетеміз оғанда. Алла бұйыртса, үйсіз жайсыз қалмаймыз, Құда қаласа жетеміз деп өз-өзімді көндіріп қоямын да ше. Сол, бірақ айтайын ба, осы уақытқа дейін аштан қалып, бір тамақ жей алмай, или болмасам ет жей алмай, ондай жағдай болмапты. Күйеуім всегда жұмыста, всегда әйтеуір өзіміздің нәпақамызды өзіміз тауып жеп, әйтеуір Құдайға шүкір аламыз деген нәрсені ала аламыз, по крайней мере, тамақтан неден, киімді де арасында қыстырып алам әйтеуір. Жұрттар ұқсап, әке-шешемізден, зато кейін айтамыз да, өз арқамызда жеттік, өзіміз осындай жағдайға үстік деп бізге ешкім көмектескен жоқ, ешқандай жағынан. Бала жағынан менің жағым көмектесті әрине. Зато кейін айтып отырамыз да, өзіміз жеткенбіз, өзіміз бүйткенбіз деп. Адам одан мықтырақ болады ғой, одан жаман болмайды. Жақсы болмаса қайтаға. Солай, сол осы мен көргемді күйеулерді кім екендерін айтпай ақ қояйын енді. Қызының жаңағы пособиясын ішемін деп, маған бер ішемін деп, әйелін сабап ұрып тепкілеп тастаған ондайлар да бар да ше. Соның қызға беретін ақшаны алып ішеді да, үйінде нан жоқ, квартираға төлейтін ақшасы жоқ да, сондай еркектерді көргем. Менің күйеуім Аллаға шүкір, көз түймесін тәй-тәй деп қойын. Үй жұмыс болды. Басқа налево, шаг направо, налево жоқ да ше. Үйге келеді, тамағын жемей, сумкасын тастай салады да, екі баланы алып кетеді. Мен демалсын дейді, балдар далаға шықсын дейді. Сол. Главный күйеуімнің есі бар ғой енді. Басқасы болады. Главный жақсы адам ғой. Сол да ең бастысы. Байларды да көріп атырық, бай жерге барып, тоже жылап отқандарды да. Сол, ең бастысы адамгершілігі болса, сені сыйласа, құрметтесе, айтқаныңа көнсе, бір-біріңді жаңа не қылсаң. В общем, сол ғой ең бастысы, маңыздысы деп ойлаймын менше. Ұрып, соғып, балағаттап, тепкілеп,
тапқан міндет қылып, ондайлар да бар ғой енді. Неше түрлі адамдар бар ғой, неше түрлі еркектер бар. Біздің қоғамда әсіресе мен көп байқаймын да, әйелдер ой біздің күйеуіміз мынандай деп жатады. Соларға қарап Құдайға шүкір дейсің, ондай нәрсе мен даже елестете де алмаймын, өйткені ондай нәрсе басымнан өтпегеннен кейін жаңағыдай мазақтау, ұру соғушы, просто так да жаңағыдай. Сол үшін де әйтеуір күйеуім тауып бер, алып бер, керек деген нәрсенің бәрін табуға тырысады, алып беруге. Солай. Біреулерді көресің, ата-анасының қолына барып кіріп, бастарына асылып алып отыратындар бар. Біз ешкім басына асылған жоқпыз, ешкімге масыл болған жоқпыз. Өз күнімізді өзіміз, өз битімізді өзіміз арқалап келе жатырық деймін ба? Сол ғой. Солай. Оған да шүкір. Алла ең бастысы денсаулық берсін, күш қуат берсін, ары қарай болады ғой бәрі. Солай. Тур шақсан кәдімдей көзің ашылып, сәл нормально болып қалады. Мен кірпіктерім бар ғой, міне, просто сап-сары да. Сап-сары болғаннан кейін күнге шағылысып көрінбейді. Боясаң ұзын болып шығады. Әшейін бит жаға салдым ғой, бүйтіп ұзартып тұрған жоқпын. Солай достар. Қазір картошкам піссе, сәбізім піссе аламын да, уже ет пісіп қалды почти. 1,5-2 сағаттай болды қайнағанына. Бағана алып келе салып қойған ғой. Етімді қайнатып, сосын біраз қайнатып, приправаларын салып, сәбізімді салып, асықпай шықтым ғой сағат 10-да. Барсам жабылмапты. Сөйтіп айтады да, балдарыңды тайттым ғой таныс адам деп. Ойым бүйтіп, миым шатасып кеткен ғой, мен басымда ойым бәрі шатасып жүр. Балдарыңды садикке бердіңіздер ма дейді да маған. Жоқ, қаяқтан деймін да, қазір сенбейміз. Біріншіден сенбейміз дедім. Не то, что қазір олардың да табатын айлықтар 70-80 мың дедім. Даша государственный да істейтіндер әсіресе. Мақыл бересін деймін. Одан кейін небір сұмдық шығатыр, ұрады, соғады, камера тұр демейді, небір. Мен дедім, басқа бір бөтен адам былай тұрсын, мен өзіме сенбеймін иногда деймін. Даша өз балдарыма, өзімнің туған өзімнің балдарыма зорға шыдаймын деймін да. А бөтен адам ана жерде 30-40 балаға қарайды. Жоқ, оларды ақтап жатқан жоқпын, ұрып соққандарды. Просто қазір сондай уақыт, қазір жетіспеушілік, күйеуінен ажырасқан, жаңағыдай ол да бала шағасын асырау үшін жүрген адамдар ғой. Енді ол жерде жетіскеннен 70-80 мыңға айлыққа істемейді ғой. Енді сондай жағдайға әкеліп қойды ғой біздің керемет жаңағы өкіметіміз. Ол байқұстарды әйтеуір нәпақасын табуға, тиын себебін табуға жүр ғой енді. Балдар, қазіргі балдар да гиперактивный ма, бұрынғы балдар сияқты емес қой. Көбісі айтады ғой қазір, бұрын сендер ондай емес едіңдер, мыналар страшно ғой деген сияқты ше, естисің. Мына балам деген бұзық енді жеп қояды, кәдімгі өзімді зорға ұстаймын ғой. Бисмиллахиррахманиррахим, бисмилля. Аллам сабыр берші, Алла сабыр берші деп, соның арасында ударлар кетіп қалады, енді айқайлаймын. Ва деп кейде көршілерде ұяласың ше, көршілерден далаға шығуға ұяласың. Сол болды, енді ұрыспаймын, енді тиіспеймін, енді ұрмаймын деймін да, қайтадан соған жеткізеді ғой. Оған жеткізбеу болмайды ғой. Ұрғанда да енді қатты ұрмаймын, енді көтінен салып қаламын. Солай. Үйто баламды ғой, қызымды вообще. Қызымды иногда сәл уже ол да шегіне шығып біткен кезде болмаса, атак үстіп үйтіп тисе бермеймін. Әйтеуір телефоным сигнал беріп жатыр, болды аузыңды жапшы деп өшіп қалып жатыр. Өшіп қалып жатыр. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, айттарыңыз тағы да құтты болсын. Пока-пока.